Дастан деген жігіт көрді. Сол Kia автокөлігін. Соларға мен барған кезінде Нұрғат көрдім деген мына Дастан деген жігіт біздің ДВД-ның оперлері деп айттыны. Сол Кияны тауыңдар, сол Кия, солар көрді. Неге десе сол Нұрғат жақтан сол машинамен түсіп келе жатты тауда. Ішінде екі еркек бар деп айтты көрген. Ал бұлардың қолы бар бәрінде де. Сол әкелді осы. Соншама екі адамды өлтіре сонда. Значит, бұлардың арқасында сондай. Түнгі сағат 2-3 кезінде Kia автомашина қаяқта жүр ол жерде? Түнгі сағат 2-нің кезінде. Давай Kia топ берейік. Ақтың ізі тұр бала. Бауырды бейді кесілеген. Үш адам өлтірген. Оның неге шыққана кесіледі мен медикпін. Арқасында жонып тастаған. Экспертизаларын құрсын. Ішінде арқасында неге сояды? Өлсем өліп кетемін. Балам жанына барып, інім жанына. Анадан туылмаған бұлар, айуаннан туылған. Анадан туылғанда біздер Жоғарда отырған дөке естеп отырған. Алдында бір угроза келді, айттық. Екінші угроза келді. Айттық. Неге охрана қойыңдар? Айттық. Біреуін тыңдамадыңдар. Неге форма киіп жүрсіңдер? Шешіңдер формаларыңды. Шешіңдер формаларыңды. Тоқта, тыңда. Тыныш. Мына жігіт маған охрана қойып қойды. Дастан деген жігіт. Мен баламды іздеп жүрдім, артынан еріп, сол күні мына жігіт қабатты жүрді. Сол мен шыққан кезінде мен оят болдым, Нұрғат шығып кетті. Бұл содан кейін тұрып та шықты. Қасына бір стазор отырды, ол үшін ояу болды. Сол ұйықтаватты. Содан мен газельмен шықтым, үйге келіп іздеймін, сандалып. Мына жігіт, мен тұрадым. Кішкен бойы тұр, түйіспеймін, былай бар. Айта бер. Мына жігіт маған қасым, мен одан сұрадым, айттым мына жігітке. Сен телефонмен бауырымды қарап бере алмайсың ба дедім, жоқ деді. Соны бір кезде машина кетіп қайтып кетті, қасына келіп қожалай деді. Мен айтты деп айтпа деді мына жігіт. Бірақ деді бауырым тауда деді. Сонымен тауға қарай мен газельмен шықтым, тауға қарай. Таудан шығып жатқанда Kia автокөлігі болды, сол бері қарай түсті. Мен соған соғып қалмайын деп газельмен батып қалдым сол. Мен ана жігіттерден бауырымды көрдіңдер ме деп тұрған кезінде мына жігіт айтты, бұл біздің өзіміздің оперлер деді. Мына жігіттің лично өзі айтты. Мынау біздің оперлер. Соны біз іздеп жүгіріп жүрген кезде ол жігіттер жоқ болып кетті. Ол сол кезде неге олар сол жерде бауырымды көрмеді деп ойлайсыздар? Мына жігіттен анықтап қанығын сұраңыздар. Осы жігіт. Оны заңды түрде тергеуге болады ғой енді, ол не үшін? Мен сізге десем, неге қашады? Мен звондадым, келдім. Мен оны неге қашады? Бұған мен жай келдім. Қашып, ана жақтан қашып, мына машинаға келіп отырды. Неге? Ары таза болса, жігітше, мен ұрғам жоқ, соққам жоқ. Неге қашады? Ол машина оталдып қашып кеткісі келіп тұр. Мен сол жерден тоқтатуым керек. Ол ертең тоқтаңыз, мен айтып болайын. Ол қашпай, мен ана жерде тауда бірге мен ұрсам, тауда ұратын едім оны. Қасымда жүргенім. Мен бұған түсіндім, бауырым дедім. Мен сізге де айттым. Бауырымды жерлей, мен сөйлесейін. Дұрыс па? Сіз провоцировать етпеңіз мені. Мына жігіт қашпаса, бұндай жағдай болмайды. Мына жігіт өзі ана жақтан қашып кетті, машинадан қашып кетті. Содан кейін мен тоқтатып тұрмын. Сізге сұраңыз болған, келіңіз деп. Мына жігіт міне. Келдім ғой енді. Аты жөні бар ғой, тергеу барысында бұны тексереміз біз. Тексересіздер. Мен басқа, мен қан төгіп, митингі. Аты жөні бар ғой, құжатын көресіздер, бұл адам. Неге қашады мені? Мен әкеме көрсетейін деген. Әкемді шақырып алдым, нағашы ағам шақырып алдым. Мына жігіт, міне, күйеу балам қайда? Кішкене машина қойып, құжатын көрсетер. Содан кейін бұл тексереміз. Мен күйеу балам. Апай, машина кішкене арғы тұрыңыз. Сәл алыңыз. Мына жігіт қосып айналған. Болды, міне, документі көріңдер, кім қайда қалды? Мен оны танимын, бірақ қашпасын. Неге қашады? Мен заң бойынша қара, мен өз тоқта, мен заң бойынша есі мен мына машинамен тоқтатып, дөңгелегін сақталып, мен мойындаймын оны. Мына жігіт қашып кетті. Сол үшін мен жауап бере аламын. Бірақ қашпау керек. Аты жөнін көріп тұрсың, аты жөнін қара. Бұл адам қайда қашпайды. Түсірді фото. Неге бұл біліп тұрып, неге сол кезде? Мына жер біткеннен кейін ровда әкел, жан-жақ тексереміз. Барам, тексересіздер. Жол жабылып қойыңыздар, ашыңыздар машина. Алыңдар машина. Машина өре. Ақымды кесін осы жерге. Тауға барадым, мына газельмен бара жатқанда ар жағынан Kia кроссовер түседі. Сол мен оған өте алмай қаламын да, тоқтап қаламын сол жерге. Машина арғы жүрмей жатып, қар болып. Сол жерден егжей түседі, мен солардың сұраған кезінде Нұрғат көрмендір ме дейді, солай сұрайын деген кезінде мына егжейге Дастан айтады, мына біздің ДВД-ның оперлері дейді. Мына Дастан айтады. Сол мен арға жүгіріп, соны бәріміз іздеп жүрдік, типа оларды бізбен бірге іздеп жүрдік. Bir кезде мен баланы бүйтіп қарап жүрген кезде бұлар жоқ болып кетеді. Сол жерде жоғалып кетеді, жаңағы Кияда жоғалып кетеді. Мен айтамын да, сен Ашимовқа айттым Бағдатқа мен. Бағдат дедім. Бағдат аға дедім. Ол маған келеді де, еще
күліп тұр. Маған айтады, сен інің жүрегіне салды да, сол жүрегінен салып сөйтіп өліп қалды дейді маған. Атып өліп қалды дейді маған айтады. Уже сол жерде тұрып машинаны заңсыз әкетіп бара жатқаннан кейін мен Бағдат Ашимовқа звондап айттым, келіңіз мында дедім. Мына сіздің жігіттеріңіз дұрыс емес жасап, неге олар менен сұрамай, мен сол жерде жүрмін ғой мен. Я басқа понитой керек, понитойлардан сұрайым. Сендер кімсіңдер десем, біз акиматтан келдік деп екеуі айтты сол жерде. Біз акиматский деп. Понитой бар ғой, ана мектар понитой әкеледі ғой. Машина түсіп жатқанда мен алдынан шығып, ар жақтан түсіп, ал жағынан түсіп, мына шлагбаум жағынан мен машинаны тоқтатып, неге алып барасыңдар? Неге маған айтпай, машинаны орнынан қозғайсыңдар дедім. Бұлар сол жерде, жоқ, біз заңдымыз, анау-мынау, сөйтіп маған жаңа видеода көрдіңіз ғой, осыдан видео шықсын, көресің деп маған әңгімесін айтып отыр. Бәрін танимын, мына жерде Айдар дегенде болды, осы роботның бастығы, соның замы болды, опера группаның замы ма, бірдеңе дастан бірдеңе деймін. Мен ешкімге заявление жазбаймын. Жазып болдым, осы күні мен балам үшін жүрдім. Артымда інім бар ғой деп мен шыдадым осы. Мен шыдамаймын. Мені өлдірсе, өлдірсін, соттаса, соттасын. Мен тыңдамаймын ешкімді. Не болып жатыр дейді. Не болып жатыр болғанда Нұрғанатты асып өлтіріп кетті. Енді кезек Қаржаубайға келді деп. Сонымен бүгін біз жолды жаптық. Жолды жабамыз дегенде ой болған жоқ. Біз негізі тып-тыныш жаназасын беріп, ешқандай да жерге интервью бермей, грубо айтқанда көтенайымызды қысып, сөйтіп үйде отқанбыз. Жарайды, қош, жерге ештеңе айтпайықшы. Болды. Айтып та болдық, сөйлеп те болдық. Айттық, сөйледік, жарылдық, жыладық. Ештеңе өзгерген жоқ. Халқым ештеңе өзгерген жоқ. Сонымен қош, шықпайықшы, жарайды, ешқайда айтпайық. Тып-тыныш отырайықшы ал. Енді не болар екен, енді келіп қайсымыздың басымызды жол алып кетер екен бұлар деп. Исыққа дейді. Наққа шық, иә. Емеш қазақ ауданы сол жақта қойды. Сабыр. Қазір былай, өзім білетін жолмен жүрейінші, пожалуйста. Болды. Сонымен... Неге исқалып кетті ма не? Иә, исқалып кетті. Сонымен... Марқұм бауырымды жерлеп, тып-тыныш қана үйде отырғанбыз. Таратып бәрін. Ағамдар сөйтіп жер басына барып жерлеп келген кезі. Сөйтсе сол жерде прямой эфир. Жаңағы тыныш. Сөз айтпаймыз. Сол аралықта ағам бір подозрительный машина көріп қойған ғой. Сөйткенде ол машинаны кеше негізі ағам көріп қойған екен енді түнде. Нұрғанатты іздеген ғой бұлар. Нұрғанатты іздеген кезде бейіттің басында бір машина жүрген. Сол кезде анау жай тыныш балалар. Бір ақ кия жүрген. Сол кезде ағам тұрғанда, мынандай уақытта сен енді не істеп жүрсің ба бейіттің басында? Сен кім боласың, кімсің демей ме ана машинаға? Тұрғанда мен осындай ДВД-дамын ғой, департаменттемін ғой деп. Өзіміз ғой деген еще, өзіміз ғой деп. Сөйткенде деген ағам. Жарайды. Сөйткен кезде жібере салады ағам. Сөйт бүгін енді бағана Нұрғанатымызды жерлеп, біздің бәріміз үйдеміз, маңырап, жылап, айғайлап, ошым есімізді жоғалтып атырық. Кім қайда екен білмейміз, әйтеуір. Соның арасында Нұрғанат деппін ғой жаным, Қаржау жердің басынан келді. Барлық балдар жаңа жерлеп келген кезде, сол кезде бір машина көріп қалған ғой. Сөйтсе подозрительно. Сөйтсе сол машина кеше түнде Нұрғанатты асып кеткен кезде түнде көрген жаңағы Кия машинаның ішінде отқан адам екен. Ол ағамды қорғап жүрген, мен типа ағы бізге охрана бермеді ғой. Типа охранасымақ екен ол. Сөйтсе ол шестерка болып шықты. Сонымен ана жерде көтеріліс болып кетеді. Ағам жолды жауып. Енді қызықты айтайын, бұл жерде Нұрғанатты істі андай қылып жауып атыр. Нұрғанат өз-өзін асып тастады деп. Нұрғанат никогда ондай қылып өз-өзін асатын бала емес. Өз-өзін асатын болса, кеше Шерзаттың өлімінен кейін де асар еді. Шерзаттың өлімінен кейін сол күні асар еді өзін. Шерзаттың майытының жанында не көп, тал көп. Сол жерде асыптар еді өз-өзін. Сол күні үйде ешкім болмаған. Өйткені бұлардың бәрін қорғау есебінде ағамдарды қалаға көшірген едік біз. Енді ағамдар бәрі қалада. Бұл үйде ешкім жоқ. Ағам өзі келген.
Сонда келіп асылатын болса осы үйде асылмай ма? Мешайт ететін ешқандай адам жоқ. Енді бұл жерде бәріне смс жіберген. смс-тің өзінде 4 адамға бірдей уақытта 12:24-те қоштасу рәсімі дейді ғой. Қоштасу смс-ті жіберген ағамыз, ой, бауырым, інім никогда Нұрғанат клавиатурашаны былай пайдаланып смс жібермейді. Ешқашан олай смс жібермейді Нұрғанат. Одан кейін ол медицинаны бітірген, тоқыған адам. Қатесіз жазады всегда. Қатесіз жазады, и ол всегда негізі голосовой жібереді ол. Өйткені ол бүйтіп жазып отыра алмайды. Ана жерде смс-тары айдан анық. 12:24-те, ровно 12:24-те біздегі отбасындағы адамдар 4-еуіне жіберген қоштасуды.